Сәлем достар, сіздер жылдам оқы дәрісінің 4-ші бөлігіне келіп жеттіңіздер. Бұл дәрісте біз көздің зумы жайлы және де көзге қажетті жаттығулар жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Жалпы біздің көзіміз әрқашанда жаттығу жасап отыру қажет. Себебі біздің көзіміздегі бұлшықеттер дұрыс жаттығу жасамайтын болса, біздің зрениеміз, яғни көру қабілетіміз төмендей береді. Ол қандай жаттығулар болуы тиіс? Ең алғашқысы бұл шультек кестесі. Бәлкім сіз шультек кестесін естіген шығарсыз. Бұл 5-5, яғни 25 сан берілген. Фотода көріп отырғандарыңыздай. Сіздің бұл жерде қалай жұмыс жасауыңыз керек бұл кестемен? Ортадағы тұрған санға барлық фокусыңызды қойыңыз, және де айналасындағы сандарды ретімен табуды бастап кетіңіз. Басында дұрыс көрінбеуі мүмкін, сандарды дұрыс таба алмауыңыз мүмкін, бұлдырауы мүмкін. Бұл басында бастапқы жағдайда қалыпты болып табылады. Күніне 2 минуттан арнап отырсаңыз, 1-2 аптаның ішінде сол 25 санды 20 секундтың ішінде табатындай қабілетке жетіп қаласыз. Және де оған арнайы бір жасалынған бағдарлама да бар. Мына жерге көрсетемін. Ол шульте тейбл деп аталады. Соны жүктеп алып, күнделікті жаттығу жасап отырыңыз. Ол жерде тағы да бір артықшылығы, біз шульте кестесінің жай ғана таблицасын жүктеп алатын болсақ, ол жерде сандар өзгермейді. Ал бұл бағдарламада сандар сіз тапқан сайын орындары өзгере береді. Yani сіздің рекордыңызға байланысты. Bir күнде 25 табатын болсаңыз, екінші күні 33, 40, 50 сіздің тапқан жылдарыңызға байланысты өзгеріп отырады. Екінші әдіс бұл үшбұрыш әдісі деп аталады. Фотода көріп тұрғандарыңыздай, бұл сөздерді бөліктерге бөліп оқу. Оған мысал алма, бірлік, білім. Дәл солай өзіңіздің көзіңіздің зумын үлкейтесіз. Ең алғашқы сөз пирамиданың басында жазылса, ал ең соңғы сөзге барғанша пирамиданың ең тұрған екі бұрышына жазып қоюыңыз керек. Соның нәтижесінде сіз өзіңіздің көзіңіздің зумын үлкейте аласыз. Сіздерге тағы да бір мысал келтірейін. Сіз дәл былай жасаңызшы, қолыңызды екі жаққа қойыңыз және де ортаға қараңыз. Сіз негізінде өзіңіздің екі қолыңызда көріп тұрсыз, бірақ ол анық емес. Соның анық болу үшін осы екі жаттығумен көп айналысу керек. Күнделікті өзіңіздің 5 минутыңызды осы шульте кестесіне, болмаса үшбұрыш әдісіне жұмсасаңыз болады. Ал үшбұрыш әдісін қалай жасаймын дейтін болсаңыз, оны өзіңіз жасап алсаңыз болады. Оған ешқандай интернеттен іздеп қажеті жоқ. Бүгінгі тақырып осы болды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.